Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін сіздерге Chevrolet Cobalt'тың минус жақтары мен плюс жақтарын айтамыз. 2020 жылы автосалоннан алғам, бір өзім айдап жүрмін. Қазіргі таңда пробегім 362 мың пробег болып тұр. 362 мың пробегте не жасадым, несін ауыстырдым, қандай қиындықтарға тап болдым деген сұрақтардың бірең сараңына жауап аласыздар. Егер осы машина жөнінде толық барлық нәрсе білгілеріңіз келсе, подписать етіліп, комментарий жазып, активный болып отсаңыздар, қандай май құямын, коробкасын қанша уақытта ауыстырып отырамын, майын бәрін біліп жүретін боласыздар. Шүкір, машина ешқашан подвайт еткен жоқ, жолда қалдырған жоқ. Жолда қалып кетіп, ойбай, Алматы мен Тараздың ортасында тұрмын, келді алып кет дейтін. Онда ешқандай қиындыққа жолыққан жоқпын, жолда қалдырмады. 362 мың пробегте, яғни мен мотор коробкасына вообще тескен жоқпын. Яғни өзі қалай келді, сондай айтып атады елдерің. Клапанға регулировка жасау керек, анау істеу керек, мынау істеу керек. Там 150 мың пробегте цеп ауыстыру керек. Цеп тұрмақ, даже бір кішкентай мелкий затын ауыстырмаған мен бұның. Коробканың майын ауыстырам, каждый 40 мың, 30 мың, 45 мың пробегте. Өзі 30 мыңнан бастап дайындала бересің коробканың майына. Үйтіп ауыстырам дегенше 40 мың пробег болады. Сол 40 мың сайын коробканың майын ауыстырып тұрам. И мотордың да майын каждый 10 мың, 9 мың, 12 мың кей кезде жүріп кетесің. Көп трассада кетіп қалған кезде үйге жетіп ала салайын дегендей. Сөйтіп ертең ауыстырам, қол босамайды, сөйтіп 12 мың пробегке кетіп қалады. Примерно 8 мың мен 12 мың пробегтің ортасында ауыстырып жүрем постоянно. Енді қандай май құю керектігін комментарияға жазып сұрасаңыздар, мен ответ берем. Или мен Instagram парақшама өтіп, Instagramнан директтен жазып қойсаңыздар, құдай қаласа сол жерде ответ берем. Қандай май, себебі бұл жерде жарнамаламай қойын, ол майда аса мақтап өзі бірақ май құйып жүрмін бұған. Қай жерден алатынымды да мен сіздерге жазып берем. Ол жер өте арзан жер. Ол маған жарнамалап берші деп айтқан жоқ, бірақ өзі жақсы кісі болғаннан соң мен несін бере аламын да оның. Сіздерде сол жерден май ауыстыратын жерден ешқашан май алмаймын. Мен сол жерден Кенжехан, бұл Жібек жолы базарының ішінде сатылатын жер бар, сол жерден постоянно алып жүрем. Бұл машинаның енді плюс жағы сол болып тұрғы, мотор мен коробка. И ходовкасы да жақсы. Ходовкасынан ауыстырдым. Оң жақ подшипнигін, сол жақ подшипнигін 3 рет ауыстырдым. Оң жағы әлі ауысқан жоқ. Сол жағы неге екенін білмеймін. Өзі сол жақ постоянно кетіп қала береді. Бірақ енді бірінші ауыстырғаным 180 мың пробегте бірінші рет подшипник ауыстырдым. Осы 300 мың пробегте 2 шарви ауыстырдым. Осы недавно тоже. Амортизатор, передний 2 амортизаторын ауыстырғам. Задний ауысқан жоқ. Қазір бірақ ходовка өліп тұр. Сол себепті оларды да ауыстыру керек уже. Машинаның жағдайында көріп тұрған шығарсыздар. Біраз жағдайға кеп баған. Өз ауыстыратын жерлері көп болып тұр қазіргі таңда. Так что егер алам ба, алмайым ба деп ойланып жүргендеріңіз болса, смело ала берсеңіздер болады. Мен сіздерге көрсетейін. Міне машинаның жағдайы. Мультируль орнатқан етін. Мынау круиз контроль жағы істемей қалды. Түсіп қалды. Кнопкалар слабила болады екен, нормальный Малибу дікін ба салу керек екен.
Пробегін көресіздер ма? Пробегі 361.996 4 километр жүрсем 362.000 болады. Android магнитофон орнатып қойдым. Болды, главный осы екеуі керек қой, мультируль мен Android магнитофон. Қалған жерінің бәрі нормальный. Так что бұл машинаны алып айдайым десеңіздер, ештеңені уайымдамай айдай берсеңіздер болады. Мына достар, короче, жүріп келе жатырмын. Құдай қаласа 362.000 пробег болады қазір деп қоясың ғой. Жүрсін көріңіздер. Интернет жоқ. Интернетке қолжетімділік жаңартылды. Енді дауысы қатты шығады енді. Себебі шипованный дөңгелек тұр ғой мұнда. Шипованный дөңгелек тұр. И қымбат дөңгелек емес, сол себепті арзанның құны татымайды дегендей өстіп дауыс шығып тұрады енді. Осы дауысты тыңдап отырамыз. Болмаса бақыртып не қойып қоясың, музыка сидесінде отыра бересің ғой. Алты сатылы автомат, шынжырлы мотор, оны күнделікті естіп жүрген шығарсыздар. Яғни автомат коробкасы да, шынжыры да сенімді. Алты сатылы автоматы да, өзіміз қазақтар автоматқа қызығамыз ғой. Автоматы шүкір жаман емес. Покраска болмай қалды. Себебі покраска жасайтын жігіт босамай қалды да, тез мен саған жөндеп берейін, сен жүре тұр, кейінірек өзім покраска жасап берем деді. Сол кейін қалып кетті покраска. Бір қол босаған кезде покраска жасатамыз, Алла қаласа. Так что сұрақтарыңызды комментарияға жазып, отзывтарыңызды жазып, сіздерде қанша пробег болды, кобальтіңіз болса, не май құйып жүрсе, солардың бәрін жазып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Подписать етіліп қойыңыз. Кобальты бар достарыңызға жіберіп қойыңыз. Ана жәндегі қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен видео салған сайын сіздерге видео салып деп келіп тұрады. Өткізіп алмай көріп тұрасыздар. Құдай қаласа келесі жолы моторының несін жасадым, қандай мелочтары ауысты, свечаларын қай уақытта не істедім, ауыстырып тұрдым, қай пробегтерде ауыстырып тұрмын. Соның бәрін памел açам. Ходовкасын бірінші айтам, екінші сериясында моторын айтам, коробкада қандай май құйып жүрмін, соның бәрін білетін боласыздар. Так что соның бәрін өткізіп алмау үшін өзіңіз ертең қандай қиындыққа тап боласыз, мынандай пробегте сізде де сол маған қайталанған зат қайталанып қалуы мүмкін. Соның бәрін өткізіп алмас үшін жазылып қойыңыздар. Себебі мен бір кішкентай болмайтын затты ауыстыру үшін 10 рет неге түсіріп, компьютерға түсіріп, машинаны прошивка жасатып. Достар, қазір пробкада тұрған кезде сіздерге бір-екі кеңесімді айтып кетейін. Көбісі охлаждающий радиатор қойып отыр екен да осы кобальтқа. Жалпы қоюдың қажеті жоқ. Мен сіздерге айтайын, охлаждающий радиатор қоюдың қажеті жоқ. Себебі 360 мың пробег болды ғой енді. Жазда 350 мың пробег болып жүрді, қандай ыстықтарда. Сол кезде ысымаған коробка, ол қыста мүлдем ысымайды ғой. Ол коробканы охлаждать ететін, ол антифриздің жанынан тоже коробканың майы былай айналып, сол радиатор арқылы жүреді да, былай айналып келеді да. Радиатор суыса, ол коробка де суыйды. Сондықтан ондай
дополнительный геморрой өздеріңізге жасамаңыздар.